Жеңіл, тез, оңай дайын болатын хит салатымыз. Алдын ала қайнатылып дайындап қойған қызылшамызды аршып дайындап алып, осылай жұқалап тураймыз. Жұқа етіп турап аламыз. Сливочный сыр жағамыз. Жақсылап, осылай қызылша сулы болғандықтан сливочный сырдың жағылуы қиынырақ. Енді өздеріңізге ыңғайлы қасықпен, пышақпен, немен ыңғайлы, сонымен жақсаңыздар болады, лопаткамен. Осылай дайындап аламыз. Барлығын жағып, дайындап болғаннан кейін 1 сағатқа, жоқ дегенде жарты сағатқа холодильникке қойып аламыз. Тоңазытқышқа қоямыз. Қазіргі хит болып жатқан салат. Қыздар, жасасаңыздар өкінбейсіздер. Өте керемет дәмі, жеңіл, әрі дәмді, әрі пайдалы, денсаулыққа өте пайдалы салатымызды жасап жатырық. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Мынандай домалақтың артық жерін кесіп алып тастасаңыздар болады. Енді біздер салат жапырағы осылай қолымызбен жұлып, болмаса турап саламыз. Тәтті қышқыл соус. Кисло-сладкий соус. Осына 1 помидорымызды тураймыз. Мен ішіндегі ортасын алып тастадым помидордың, тек шеттерін ғана турадым. 1 жұмыртқамыздың ағын ғана турадым. Осы салатымызды тарелкаға әрлеп салып аламыз. Жақсылап салып алғаннан кейін, үстінен жаңа холодильникке жіберген қызылшамызды 4 бөлікке бөліп, домалақты осындай 4 бөлікке бөліп, шалқасынан тұрғызып, бұлай әдемілеп қоямыз салатымыздың үстіне. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте дәмді, керемет салатымыз дайын. 20 минутта дайын болатын салат. Үстінен грек жаңғағын сеуіп жатырмын. Астарыңыз дәмді болсын.